Qiyarlarni қазір tuzdaymiz. To'ldirib o'tiramiz. Бәріне сәлем, сіздермен Әсел. Менің бүгінгі влогым осы қиярларды тұздаудан басталады. Мына жерде банкаларды жуып қойдым, 2 литрлік пен 3 литрліктерді. Мына алдында алған Алтын Ордадан алған қиярларым бір күн суда тұрды. Сонымен мына жерде маған жеңіс көмектесіп жатыр қиярларды банкаға салуға. Содан кейін екеуміз тездетіп салып тастадық. Ары қарай видеодан көресіздер. Мінеки банкаларға қиярларды салып жатырмыз. Жеңіс көмектесіп жатыр. Астында хрен жапырағы и укроптың зонтик дейді ғой, басы. Бәріне тығыздап салдық, енді қазір көреміз. Осы банкалар бар. Тағы қияр қалып тұр. 1 литрліктерге ма салам, енді көрем. Қайсына сият. Енді үстіне лавровый лист, сосын бұрыш салып шығам. Сосын ыстық суды құйып 15 минутқа қойып қоямын. Содан кейін суын төгіп тастап, қалған засолын жасаймыз. Содан кейін жауып тастаймыз. Мінеки үстіне қайнаған су құйып жатырмыз. 15 минут тұрды. Сыртынан вилка ұстап тұрмыз, өйткені сынып кетпес үшін. Сол бір аспириннен салдым, қант салдым, тұз салдым. Содан кейін осылай жауып тастадық. Банкамызды басып болғаннан кейін далаға шықтық. Жолдан осы паркке соқтық. Кішкене осы жерде жүрдік та ары қарай магазинге бардық. Одан кейін Каспийдан доставка келу керек болған. Бүгін бізде посылка Каспийдан келген, я? Конструктор ғой, енді Каспийдан келген. Мінеки мынандай Так, мынандай водонагреватель алдық. Кран түрі мынандай. Жерге мынау бізде істемей қалған. Осының орнын ауыстырамыз. Мінеки балам өзі құрастырды. Осындай кішігірім ғана конструктор. Бізде осы полесенің несі бар, үлкендері. Сонымен бірге қосып жасай береді, е? Мынау қызымдікі, бұған қызыма көмектестім. Мінеки тура осы мынау шықты. Әжеме су құятынымен мынандай. Мынау Алида, е? Гүл иіскеп отыр. Енді ана үлкенін алып келіңдер. Үлкен конструкторлармен бірге құрастырамыз. Бұл сол бір фирма, бәрі бір-біріне келеді. Мынау менің бүгінгі алған кітаптарым, мынау рахмет пен сәлеметсіз бе. Мынау бұрыннан өтінемін, кешіріңіз деген. Бұл сонда коллекциямен жүреді, сол үшін алдым, барлық коллекциясы болсын деп. Мынау ескі кітаптары, мынау жаңа. Бағалары 900 теңге, 1000 теңге. Мінеки мына жерде конструкторлар. Бірге келеді.
Келесі күні біз ертемен тұрып, одан кейін поликлиникаға бардық, терапевтқа жазылып қойғанбыз. Сонымен бәрін тексеріп, прививка алуға болады деді. Кордан біз алмағанбыз прививканы. Қазір кор қатты болып жатыр дегендіктен, содан кейін алып алайық деп шештік. Мінекей қызым жылап жатыр мына жерде. Екі қолына салды. Бересіздер бұл брендер. Тоже бір сағаттан кейін. Не істейді Лёпа? Укол салды ма? Қай жерге? Сонымен бұл влогтың соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.